блогер етіп көрсететін бір фактор ол не? Мысалы, уже сіздің парақшаңыз бәрі дайын дедік, иә? Сіздің шапка профиліңіз әдемі фото қойып қойдыңыз, әдемі қылдырып тақырыбыңызды жазып қойдыңыз, әдемі посттарыңыз тұр, 9-10 пост, әдемі фотолармен, әдемі текстпен, біраз кішкене оқырмандар қосылды сізге. Сіздің фотоларыңыз тұр, бірақ та сіздің профиліңізді жандандырып тұратын, сіздің шынайы бейнеңізді көрсететін, сізді оқырмандарыңызбен жақындата түсетін ол құрал сторис деп аталады. Стористің күші өте керемет. Қазіргі кезде Инстаграмда өте керемет құрал болып табылады. Сторис деген ол сіздің парақшаңыздың, сіздің блогыңыздың, сізді блогер ретінде көрсететін парақшаңыздың душасы, айнасы, душасы, көзі, сіздің парақшаңызды жандандыратын, тірілтетін. Егер сіз сторис мүлдем түсірмесеңіз, мысалы түсірмейтін блогерлер де болады, ол өте үлкен қателік. Олардың парақшасы бір тірі емес сияқты, бір өлі парақша сияқты. Ол жерде тірі адам бар екені көрінбейді. Ол жердегі блогерге тіпті доверие де жоқ. Көрдіңіз ба? Міндетті түрде осы құралды толықтай қолданамыз. Сіздің бұрында да түсірген стористарыңыз болса, сақтап қоюға болады ғой, актуальныға. Вот сол мүмкіндікті қолданыңыз, міндетті түрде қолдану керек. Яғни сақтап қоясыз, немесе арнайы түсіресіз. Ол жерде сіздің келген жаңа оқырмандарыңыз, немесе ескі оқырмандарыңыз қарап көру мүмкін, бұл адам қандай екен деп. Міндетті түрде ашып қарайды бір-екі стористарыңыз. Сол жерден сіздің түріңізді көреді, жаңа сөйлеу мәнеріңізді, қандай сіз жалпы представление дейді ғой, фотомен сәйкес келе ме екен, қалай сөйлейді екен, қандай адам екен, көңілді ме екен деген сияқты бір қандай стористар түсіреді екен деп қарайды міндетті түрде. Сондықтан сақтап қойыңыз және қызықты етіп түсіруге тырысыңыз. Мысалы, өзіңіз жайлы, өзіңізбен байланысты, өзіңіз айтқыңыз келетін ақпараттарды түсіріп, жаңа сақтап қойыңыз, обложка қылдырып, әдемілеп. Содан кейін күнделікті стористар түсіріп отырыңыз міндетті түрде, өзіңіздің оқырмандарыңызбен сөйлесіңіз. Не болмаса пост шығардыңыз ғой, пост шығарғаннан кейін, мысалы пост шығардыңыз, міне осындай тақырыпқа пост шығардым, қолдап жіберіңіздер, жазып жіберіңіздер, осы постқа тақырыпты сіздерде сондай бар ма деген сияқты сұрақтар қою керек, сторис арқылы, дайрект арқылы адамдармен сөйлесу керек. Ол деген сізге деген жаңа доверияны өсіреді. Бұл өте маңызды пункт, сіздің аудиторияңызбен тілдесіп отыру. Және постыңыз шықты. Постыңыз шыққаннан кейін де соны стористі талқылауға болады. Міне осылай адамдар жазып жатыр, комментарийлар шығаруға болады. Міне бір кісі осылай жазыпты, осылай қалай ойлайсыз? Сол комментарийға деген өзіңіздің ойыңызды уже ответный комментарий ретінде емес, сторис ретінде түріңізді көрсетіп түсіресіз. Ол деген уже 100 есе ақпараттың сапасы өзгереді. Адамдар тірідей сізді көріп ақ, кәдімгідей сізге одан сайын жақындайды. Және сторис деген ол адамның болады ғой, сериал сияқты подсаживать ететін бір несі. Еще адамдар стористі көп көреді. Қазір заманда бұл өте керемет құрал. Сондықтан сіз бір тұрақты күнделікті, мысалы, таңертең тұрғанда жасайтын істеріңіз туралы, немесе тамақ қалай істейсіз, мысалы, кофе істеп жатырсыз, тамақ пісіру процестері андасында түсіріп отырсаңыз күнделікті, немесе аптасында осындай уақытта, сөйтіп арқылы адамдар сізді уже танып алады, біліп алады, сіздің стористарыңызды міндетті түрде қызыға көреді. Бұл жерде енді бір мәселе бар, әрине, бастап жатқан блогерларға әдетте сторис түсіріп көрмеген адамдар көбінесе ұялып жатады, қалай түсіремін деп. Енді бұл жерде айтатын кеңес, одан қорықпаңыз. Қорқынышты жеңу үшін ол бірден болмайды, ақырында бастау керек. Ол үшін не істейсіз? Даже если сіз мүлдем сторис түсірмесеңіз де, немесе түсіріп жүрсеңіз де, ұялсаңыз бүйтесіз. Камераңыз бар ғой, соны бірінші өзіңіздің түріңізді көрсетпейсіз. Енді сіз содан қорқасыз ғой, көбінесе ұяласыз, түрім қалай болады. Мысалы, ұялатын адамдар бар, қалай болады екен, қалай сөйлеймін деген сияқты кішкене нетіп тұрады, бір адамдар сынайтындай, қарайтындай болып тұрады. Сондықтан аласында селфи жағымен емес, ар жақ, сотканың ар жағымен кез келген жаңағы сторисіңізді түсіре берсеңіз болады. Закадровый голоспен, бұл жерде бастысы. Просто сіздің дауысыңыз естіліп тұрсын и түсіріп жатқан видеоңыз көрініп тұрсын. Сөйтіп сіз кішкене үйренесіз, бойыңыз үйренеді, біраз уақыт солай түсіріп жүріңіз. Одан кейін ақырындап түріңізді көрсетесіз.
бұл жерде үлкен күшті фишка, мүмкіндік, барлығы қолданатын блогерлардың ол стористағы бар маскалар. Міндетті түрде қолданыңыз. Мысалы, сіздің түріңіз неважный болып тұрса да, вот реально басыңыз кір, немесе прическаңыз болмаса, бетіңізде прыщ болса да, жаңағы маскалармен бәрін жауып тастауға болады. Сол себептен блогерлар қолданады, білесіз бе? Мысалы, күнде біз идеальный болып жүрмейміз ғой, боянып, сыланып, мысалы, прическа, кейде шашын тарамайтын аналар болады, мысалы, как бы уақыты болмайды, шаршап жүреді деген сияқты. Вот сол кезде маскамен түсіре беріңіз, түріңіз әп-әдемі жақсы болып көрінеді. Андай әдемі маскалар, сосын басқа да неше түрлі құлақтармен маскалар көп, міндетті түрде қолданыңыз. Сосын сіздің стористарыңыз однообразный, скучный болмау керек әрине. Сториста барлық мүмкіндіктер бар ғой, барлық фишкалар, қандай техникалар бар, барлығын қолданыңыз. Яғни жазуды да жазыңыз, фильтрларды қолданыңыз, маскаларды қолданыңыз, опросты қолданыңыз. Осындай сұрақ қойыңыз да, адамдар сізге жауап береді, сөйлесіңіз, хотя бы мысалы жауабын оқысаңыз да, бүйтіп жүрек жіберіңіз, міндетті түрде жауап беріңіз. Бұл деген өте приятный адамдарға блогер көңілін аударып жауап береді ғой. Өте керемет ощущение, мүмкін қазір келіспеуіңіз де мүмкін, но шынымен де солай, просто мені тыңдаңыз, әр сіздің комментарийіңізға немесе жауап беріңіз, немесе жүрекшені қойып, өзіңіздің ынтаңызды міндетті түрде білдіріңіз. Өйткені бір рет білдірмесеңіз, келесі жолы адам сізге жазылғысы келмей қалуы мүмкін. Но бірінші очередь это очень приятно. Маған да мысалы болады приятно, когда үлкен бір блогер менің комментарийіме жауап берсе, немесе лайк басқанның өзі, ол кісі мені көрді, оқыды деген сияқты әсер болады. Мен мысалы уақытымды, энергиямды кетіріп босты так жазбаймын ғой комментарийді. Вот көріңіз, сондықтан сіз оларға взаимностьпен отвечать еттіңіз деген сөз. Вот стористің барлық функциясын қолданыңыз. Анда гифтар бар ғой, неше түрлі қимылдап жататын, неше түрлі әдемі наклейкаларды, стикерларды қолданыңыз. Жаңа вопросы дегенді қолданыңыз. Сосын стрелка болады. Сосын белгілеп, жалпы сіздің аудиторияңызды сондай отметкаларға үйретіңіз қазірден бастап. Бұл не обязательно жарнама болуға. В будущем сіз жарнама жасайсыз ғой, жарнама арқылы табыс табасыз. Соған үйрету үшін, чтобы резко сіз жарнама баста кетті, резко отметка жасай бастады деген болмас үшін, ақырындап, чтобы сіздің аудиторияңыз білді, үйретіңіз. Яғни бір подружкаңыз белгілеп қойсаңыз болады. Давай бүгін кешке пиццаға барайық, немесе осы қызбен мен бүгін кездестім, осы құрбыммен көптен көрген кездесу деп жай ғана белгілеп қойдыңыз. Немесе бір Икея бар, мысалы бір магазинге бардыңыз, Технодом, например, барып, мысалы телевизор сатып алдыңыз, сол туралы айтып жатырсың, осындай телевизор алдым. Сіз солай сторис түсірсеңіз, сіздің алғашқы оқырмандарыңыз жиналғанда міндетті түрде сұрайды, қандай телевизор, қалай сізге ұнады ма деп. То есть адамдар блогерлармен сөйлескенде ұнатады негізі. Сөйтіп жауаптарын жасады ғой. И обязательно сол алған телевизордың аккаунты болады. Мысалы Технодом болсын, кез келген көп крупный брендтар, крупный компаниялар, кіші компаниялар болса да, жай магазин болса да, сіз өзіңізді ақшаңызды сатып алсаңыз да, белгілеп қойыңыз, осы жерден алдым. Как будто бы это реклама, но это не реклама. Сіз от души үйрене беріңіз да, в общем, заттарды сипалтап, айтып отыруға. Белгілеп отырыңыз солай. Мен өзім солай жасаймын. Сосын айта кететін жайт, сторис түсіріп жатқан кезде сіздің даусыңыз слишком қатты болмау керек. Мысалы, адамдар көріп жатқан кезде, егер адамдар көрсе, что сіз постоянно слишком қатты сөйлейтін, мысалы, адам шошып кетеді, жанындағы баласы, оның сторисіңізді келесі жолы көрмей, бүйтіп жылжытып жіберуі мүмкін да. Сондықтан орташа дауыспен сөйлеу керек. Слишком жай сөйлемегенде дұрыс. Естілмей тұрады, кейбір бар блогерлер естілмейді, не айтып жатыр, бүйтіп жанына жақындатасың, немесе дауысын шығарғың да келмейді. Көрдіңіз, сондықтан слишком жай да сөйлемеу керек, орташа сөйлеп, орташа дауысты қолданыңыз. Осы фишканы міндетті түрде қолданыңыз. Қазір мен фотоконтент жайлы айтқым келіп тұр, яғни фото. Фото деген кішкене қиын дегенде бір мәселе блогер үшін, себебі сіз тұрақты түрде айына бір 20-30 пост шығарып отырсаңыз, күнделікті бір посттан, оған фото керек қой бір шығаратын. И ол жай ғана фото болмау керек, әдемі фото болу керек, сіздің фотоңыз болу керек. Бұл жерге келгенде сіз контент жоспар жасаудың алдында фотоңызды дайындап қойыңыз керек. Сіз уже блогерсіз, сіз алдын ала барлығын ойластырып қойыңыз керек бұл жерде. Сондықтан мынандай бір айтатын ыңғайлы әдістер. Біріншіден, көп адамдар, әсіресе үйде отырып қалған аналар уже фотоға қалай түсірілерін білмейді. Ол бәрінде бар проблема, менде де бар. Бір әдемі түскің келеді, басқалардың фотоларына қарайсың да, бір мықты блогерлардың қалай осылай түседі екен, былай, қалай майысып, былай түседі екен, бір басқа жаққа қарап тұрғандай түседі екен деп ойлайсың да.
мен солай түсе аламын ба, ой мен түсе алмайтын шығармын, фотоларым онша емес шығатын шығар деген проблема туындайды. Бұл проблеманы жеңу үшін қазірден бастап өзіңіздің қарайтын любимый блогерларыңыз немесе басқа бір фотографтардың, кез келген инстаграмдағы парақшалардың сізге ұнап тұрған фотоларды өзіңізге сақтап алыңыз закладкаға. То есть сіз парақшаңызға өзіңіз қалай фотоға түскіңіз келеді, қандай позамен, жаңағы позирование, қандай позамен түскіңіз келеді, мысалы мынандай тұрған бір әдемі фото болса, соны сақтап алыңыз. Сақтап алып, жинақтап алыңыз, қарап алыңыз сол жерде. И сізге сол көмектеседі. Ертең сіз фотосессия жасағанда, фотоға түскенде сізді біреу түсірсе фотоға, соған қарап, немесе жаңа түсіріп жатқан адамға көмектесіп жіберіңізші, мен осылай отырмын ба, мен тура осылай түсуім керек деп айтасыз, немесе өзіңіз фотоға қарап сондай неге тұрасыз. Бұл өте маңызды. Тіпті интернетте де бар, ютубта позирование деген жаңағы әдемі қалай тұру керек, қалай түсу керек, өзінің бір секреттар бар. Ол негізі қиын емес, өте оңай. Мысалы әдемі болып көріну үшін иықты былай, мысалы фотографқа бүйтіп мысалы көтеруге болмайды, наоборот былай түсу керек, кішкене былай қырымен тұрғанда адам әдемі көрінеді. Мысалы құлағын бүйтіп тұрып тұрғандай былай түссе, мысалы кончик руки дейді ғой, бүйтіп түскен, бүйтіп түсіп жатқан кезде бүйтіп баспау керек. Өйткені фотода ол мына жері вмятина болып тұрады да, слегка бүйтіп басып деген сияқты. Вот сондай фишкалар. Қандай фотоларды қалайсыз, сол фотоларды таңдап аласыз. Ертең сізге керек болады. Енді қараңыз, сіздің парақшаңызды дайындау үшін алдын ала 30 фото дайындап қою үшін, мысалы алдын ала бір айға, мысалы оған сіздің уақытыңызда жоқ, мысалы күнделікті түсіп жүре бермейсіз ғой. Мен сізге айтатын рекомендациям, өзім қолданатын ең ыңғайлы, уақытқа да үнемді, ең дұрыс рекомендация ол мынау. Яғни бір айға арнап толықтай барлық фотоларды бір күнде түсіріп тастау. Ну, максимально хотя бы. Ол үшін не істейсіз? Дайындаласыз. Киімдеріңіз, қандай киімдермен түсесіз, соны дайындайсыз. Ол сіздің өзіңіздің киімдеріңіз болуы мүмкін. Не обязательно бұл жерде фотолар сіздің супер андай күшті көйлектермен обязательно емес, сіздің өзіңіздің күнделікті киіміңіз болуы мүмкін, бар көйлектеріңіз болуы мүмкін, то есть әртүрлі болу керек. Біріншіден, сіздің фотоңызда әртүрлі болған сайын тіпті керемет, то есть бір киіммен бір фондағы ғана фото емес, көрдіңіз, сондықтан сіздің уже бар киімдеріңіз керек та, әртүрлі үйлесіп тұратындай киімдеріңізді түгендейсіз. Бастапқыда сізде мысалы енді бастап жатсыз ғой, мысалы подушкаларыңыздан немесе сестраларыңыздан алуға болады, көйлектерін мысалы немесе прокаттан алып алсаңыз болады, чтобы разнообразие болу үшін, сізде бірнеше жаңа көйлектер болу үшін алып аласыз, киімдеріңізді дайындап қоясыз, сосын фотограф. Егер сіз профессиональный фотосессия жасасаңыз, ол сәйкесінше фотографты жалдайсыз, және ол да маңызды емес, то есть фотосессия жасаған дұрыс, сапалы. Но бұл жерде сізге кез келген адам фотограф бола алады. Ол сіздің күйеуіңіз бола алады. Көбінесе күйеу ғой негізі. Күйеуіңіз фотограф болды, мысалы, оған айтасыз, міне осылай түсір деп ақырындап айтып үйретуге болады. Негізі ол жақсы түсіреді. Просто шыдамдық керек та, көбірек түсіру мүмкін, но желательно барлық фотоларды түсіріп алуға. Сосын жаңағы түсетін орынды таңдайсыз. Мысалы, бір кафеге барып түсірсеңіз болады, бір ресторанға барып түсірсеңіз болады. Үйді жинап қойып, үйдің бір әдемі жерінде, мысалы кухняда түсіріп алсаңыз болады. Арнайы бір жерге барған кезде фотоға түсіп алуға тырысыңыз, күйеуіңізге айтыңыз түсір деп. Бұл жерде маңыздысы ол свет жақсы жанып тұру керек. То есть сізге свет жақсы түсіп тұрса, сіздің фотоңызда жақсы болады. Камераның маңыздылығы мұнда жоқ. Сіздің камераңыздың сапасы маңызды емес. Жақсы ма, жаман ба? Көбісі ойлайды, негізі білмейтін адамдар, что камера жақсы болса болды, міндетті түрде камера жақсы болу керек, сол кезде жақсы фото шығады деп. Жоқ, мүлдем олай емес. Ол сіздің көбінесе сіздің тұрған жаңағы позаңызға байланысты, удачно, әдемі жағыңызбен әдемі тұрсыз ба, және сізге түсіп тұрған свет көп нәрсе рөлді ойнайды. Ол әдемі адамды страшный қылдыр көрсету мүмкін. Ал керісінше сізді әдемі қылдыр, одан сайын әдемі гламурный қылдыр көрсету мүмкін. Көрдіңіз бе? Бір глянцевый обложкадағы сияқты. Сондықтан базово түсіп аласыз көп фотоға, киімдеріңізді ауыстырып. Макияж, міндетті түрде макияж жасаңыз, өйткені фотода макияжыңыз жеп қояды. Әдетте мен өзім боянғанда бір боянбаған сияқты көрініп тұрам кейде. Профессиональный макияж ашық күшті бояйды негізі. Профессиональный алсаңыз да болады.
Ол жерде мынандай сиқыр бар, әр фотоңыз әртүрлі сияқты көріну үшін, как будто әртүрлі уақытта түскендей болу үшін, мысалы бір айдың ішінде сіз бір основной бір макияж жасасаңыз болады. Қасыңызды, көзіңізді бояп, қоңыр бір нейтральный немен, сосын бір мысалы ерніңізден мүлдем боямай бір фотоға түсіп аласыз. Сосын прическаңыз, например, шашыңызды жинап алдыңыз. Келесі жолда уже можете ерніңізді кішкене розовый цветке бояйсыз, шашыңызды жіберіп түсесіз. Одан кейін бір вечерний көйлекпен түскен кезде ерніңізді қып-қызыл қылып, нетіп, шашыңызды басқаша нетіп, бұйралап, көрдіңіз бе, осының бәріне бір күн уақытыңызды арнап, солай түсіңізге болады. Уже сіздің, мысалы, кішкене тең қосып, немесе стрелка қосып, уже кішкене более көп макияжбен түссеңіз болады. Көрдіңіз бе, осы секретті қолдансаңыз болады, міндетті түрде қолданыңыз. Сөйтіп сізде уже әртүрлі позициямен, әртүрлі киімдермен, әртүрлі макияжбен, прическамен уже әртүрлі орында түскен уже қаншама фотоларыңыз дайын болады. И сол фотолар түскеннен кейін кішкене обработка жасасаңыз болады. Оған приложениялар өте көп. Snapseed бар, ВСКО, олар тегін приложение, өзіңізге телефоныңызға жүктеп алып, там тез үйреніп, фильтрларды қойып, мысалы кішкене ағартып, кейбір жерін қарайтып, жаңағы насыщенностьті өсіріп, кішкене өңдеп шығарсаңыз болады. Сөйтіп сіздің фотоңыз дайын. Фотолардың бәрін өңдеп қойдыңыз. Превью деген приложениені міндетті түрде өзіңізге жүктеп алыңыз. Ол туралы бөлек видео сабақ болады. Сол превьюда барлық фотоларды бүйтіп тізім қылдырып қойып қоясыз. Сіздің Instagram парақшаңызға шығаратындай. Сонда қараған кезде, как Instagramда уже шығып кеткендей көрінеді да, қандай посттарды шығарасыз, қандай фотолар шығарасыз, сондай реттілікпен қойып қоясыз. Және шахматный порядок па, әлде колонкалар ма, мысалы керекті жазуларын уже Canva приложениесін қолдана отырып уже алдын ала жасап қоясыз. Сіз уже көріп тұрасыз, сіздің фотоларыңыз дайын болды ма? Осы фотоға түсуге бір күнді кәдімгідей арнауға болады. 30 күннің ішіне бір күніңізді арнадыңыз, фотоларыңызды дайындап алдыңыз, болды. Ары қарай посттарыңыздың қаңқаларын бетіп раскидать етіп жазып қойсаңыз болады, скелеттарын. И ары қарай күнделікті толықтыра бересіз. Көрдіңіз, ешқандай қиындық жоқ. Және күнделікті стористарыңызды түсіріп, подписчиктарыңызбен сөйлесіп, сөйтіп уже парақшаңызды жүргізе бересіз. Ол жерде параллельно жүретін нәрсе, әр қашан жүретін нәрсе. Ол продвижение, жаңағы парақшаңызды жарнамалау, тегін жарнамаларды қолдану, масс фолловинг, масс лайкинг жасау. То есть параллельно парақшаңызды үнемі дамытып отырасыз.